Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дәмді әрі тез дайындалатын кекс рецептісімен бөлісемін. Алдымен сүт құямыз. Оның үстіне күнбағыс майын құямыз. Және де бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң басқа ыдысқа ұн саламыз, қант, қопсытқыш, тұз және ванильді қант. Бәрін жақсылап араластырамыз. Осы ұнымыздың үстіне жаңағы дайындаған сұйықтықты құйып араластырамыз. Қамырымыз осындай созылмалы болып шығу керек. Дайын болған қамырымызды осындай кекстің формаларына құйып шығамыз. Әрқайсысына 3 қасықтай құямыз. Бәріне құйып шығып, кекстерімізді қызып тұрған пешке салып, 180 градуста жарты сағаттай пісіріп аламыз. Міне кекс дайын болды. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Сіз де дайындап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Лаура. Ұнаса, лайк басып каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыз.